Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстанда жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер. Оқу мақсаты тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Күтілетін нәтиже тыңдалым және оқылым мәтіннен ұқсас мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды. Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. Мәтіннің түрлерін есімізге түсіріп алайық. Әңгімелеу мәтіні. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін әңгімелеу мәтіні деп аталады. Сөйлемдер іс-қимылды білдіреді. Сұрағы естеді. Сипаттау мәтіні. Зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Мұнда сөйлемдер заттың сынын білдіреді. Сұрағы қандай? Талқылау мәтіні. Оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін талқылау мәтіні деп аталады. Мұнда сөйлемдер себебін ашып көрсетеді. Сұрағы неліктен? Яғни біз мәтіннің үш түрін есімізге түсірдік. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және талқылау мәтіні. Енді тыңдалым мәтініне назар аударыңдар. Естеріңізде болса, 90-шы жылдары бөкендер көбінің күнкөріс кәсібіне айналды. Киелі жануар деп қастер тұтқан ақбөкеннің саны 1993 жылы 900 мың болды, ал 1998 жылы 470 мыңға кеміді. 2001 жылы 80 мыңы қалды, ал қазір 21 мың ғана бөкен түзде жосып жүр. Бүгінде елімізде омыртқалы жануарлардың 835 түрі және омыртқасыздардың 100 мыңдай түрі тіршілік етеді. Табиғи апаттың кесірінен де олардың қатары сиреп келеді. Лайсан деп аталатын аралда, мысалы, бір кішкентай шүрегей үйрек тіршілік еткен. Сол шүрегей үйрек ұша алмайды өзі. Адамдар келіп ұстап алып кетуіне де болады. Ал 1960 жыл мынандай бір жағдай болған. 61 жыл оның саны біршама көтерілген, 600-дің үстіне дейін жеткен. Ал 60 жылы сол аралдың үстінен өте күшті дауыл өткен. Дауыл өтіп, жаңағы 600-ден аса шүрегей үйректердің 400-дейін теңізге алып кеткен. Олар солай қайтып оралмаған. Міне бұның өзінен табиғаттың әсері деп аталады. Алайда Қызыл кітапқа енген жануарлардың 80% адам қолымен жасалған әрекеттердің салдарынан сиреп кеткен. Сондықтан да қоршаған ортаны қорғау баршаның парызы. Тыңдалым мәтінін тыңдадық. Енді оқылым тапсырмасына 127 бет бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндерді суреттермен байланыстырып оқыңдар. Екі мәтін берілген. Кең даланың киесі. Екінші мәтін Алтайдың дәрілік шөптері. Кең даланың киесі мәтіні ақбөкенмен байланыстырамыз. Өйткені бізге айтады, мәтіндерді суреттермен байланыстырып оқыңдар дейді. Бұл жерде ақбөкеннің суреті тұр. Екінші Алтайдың дәрілік шөптері. Бұл жерде дәрілік шөптерінің суреті берілген. Енді мәтінге назар аударайық. Ұлттық саябақ маманы Раушан Қырықбаеваның айтуынша, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңға сәйкес, Қатон-Қарағай ұлттық табиғи саябағы аумағында дәрілік шөптерді өндірістік мақсатта даярлауға рұқсат жоқ. Аталған заңнама арқылы табиғи саябақ аумағындағы Қызыл кітапқа енген 35-тен астам дәрілік шөпті сақтауға жағдай жасалып отырғанында ұмытпаған жөн. Енді осы екі тыңдалым және оқылым мәтінін бір-бірімен салыстырайық. Тыңдалым және оқылым мәтіні тақырыбына қарай қандай? Екеуін тақырыбын салыстырсақ, екеуі де Қазақстанда жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер жайлы. Тақырыбы ұқсайды. Енді мәтіннің түріне қарайық. Бірінші тыңдалым мәтіні әңгімелеу, оқиғаны ретімен баяндап берді. Ал оқылым мәтіні Алтайдың дәрілік шөптері мәтіні. Бұл
талқылау оқиғаға құбылыстардың себебін дәлелдейді. Өйткені бізде мәтінде берілген бұл жерде дәрілік шөптерді өндірістік мақсатқа даярлауға рұқсат жоқ. Себебі бұл жаңағы қорғалған 35-тен астам дәрілік шөпті қызыл кітапқа енгендігі жайлы айтылады. Ал құрылымын салыстырсақ, екеуі де аралас мәтіндер. Себебі сөз және сөзсіз көрсетілген элементтер арқылы берілген. Екеуінде де суреттер қоса көрсетіліп отырады. Сондықтан құрылымын салыстыратын болсақ, аралас мәтін екен. Енді оқылым мәтінінің соңында сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: неге ақбөкенді кең даланың киесі дейміз? Екінші сұрақ: қандай сөздер мәтіндердің көркемдік мәнін арттырып тұр? Бұл оқылым мәтініне байланысты сұрақтарға жауап береміз. Мұны кері байланыс тапсырмасы ретінде бергелі отырмын. Ережелерді балалар есімізге түсіріп алайық. Біз сөйлем мүшелерін өтіп жатырмыз. Сөйлем мүшесі дегеніміз не? Сөйлем мүшесі деп, сөйлем құрамында тұрып, белгілі бір сұраққа жауап беретін толық мағыналы сөзді немесе сөздер тіркесін айтамыз. Енді сөйлем мүшесі екіге бөлінеді: тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер. Тұрлаулы мүшелер бұл бастауыш. Бастауыш сөйлемде атау септігінде тұрып, іс оқиғаның иесін білдіреді. Кім, не, кімдер, нелер, кімім, нем, кімің, нең, кімі, несі деген сұрақтарға жауап береді. Құрылысына қарай дара, күрделі, үйірлі болып бөлінеді. Баяндауыш. Баяндауыш сөйлемдегі бастауыштың іс-әрекетін, қимылын, жай-күйін, оқиғаның қай шақта болғанын білдіреді. Баяндауыш сөйлемді аяқтап, ойды тиянақтап тұрады. Кейде баяндауыштың орны өзгеріп қолданылуы мүмкін. Әсіресе өлеңде, поэзияда баяндауыштың орны өзгереді. Мысалы, тыңда, дала жамылды. Қайт, тыңда. Тыңдайтын кім? Сен. Кімді? Жамбылды. Толықтауыш. Яғни, мұнда тыңда деген баяндауыш сөйлемнің басында тұр. Баяндауыш құрылысына қарай дара болады. Мысалы, ауыл Дос көлінің дөңіндегі көкорай шалғын бәйшешекке қонды. Ауыл қайтты, қонды. Баяндауыш бір ғана сөзден тұр, қонды. Қонған не? Ауыл бастауыш. Енді күрделі баяндауыш болады. Мысалы, Көкбай еріксіз тыйылып қалды. Көкбай қайтты, тыйылып қалды. Баяндауыш екі сөздің тіркесуі арқылы жасалынып тұр. Тыйылып қалған кім? Көкбай. Бұндағы тыйылып негізгі етістік, қалды көмекші етістік. Баяндауыш үйірлі баяндауыш болады. Ұсақ үшін қырқысып, сіресіп қалу, тұрмайтындық. Қайту, тұрмайтындық. Тұрмайтындық не? Сіресіп қалу бастауыш. Енді баяндауыш қай сөз таптарынан жасалады десек, баяндауыш етістіктен жасалынады, сын есімнен жасалынады, зат есімнен жасалынады. Жаңа біз ауыл Дос көлінің дөңіндегі көкорай шалғын бәйшешекке қонды дегенде, қонды түбірі қон, етістік, қонды жаңағы жіктік жалғауы үшінші жақ. Баян етістіктен жасалынады. Сын есімнен жасалынады. Мысалы, Мағыштың бойы сымбатты, биік, сұңғақ. Бойы қандай? Биік, сұңғақ. Сын есімнен жасалынып тұр сөз табында. Биік, сұңғақ не? Бойы бастауыш.
зат есімнен болады. Мысалы, Жақыпбай осы қаладағы айлалы саудагер. Жақыпбай кім? Саудагер. Зат есім. Саудагер кім? Жақыпбай. Бастауыш. Кері байланыстың тапсырмасы, жаңа мен ескерттім. 128 бетте бірінші тапсырмада оқылым тапсырмасының соңында тұрған екі сұраққа 4 сөйлеммен жауап жазамыз. Мәтін бойынша жауап жазамыз және де өз ойларыңмен жинақтап 4 сөйлеммен жауап жазамыз да сөйлемнен, өздерің жазған сөйлемдеріңнен баяндауыштарды табамыз және баяндауыштың қай сөз табынан болып тұрғандығын анықтаймыз. Бұл сендерге балалар кері байланыстың тапсырмасы. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар. Жұмыстарыңды күнделікті зерттеп істейсіңдер.